Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал бізде ауа райы жаңалықтары. 15 қазанда Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жасалды. Синоптиктер 15 қазанда Қазақстанның басым бөлігінде ауа райына байланысты дауылды ескерту жасалды деп хабарлайды Тенгриньюс тілшісі. Жетісу облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік батыстан жел соғады. Облыстың шығысында 15-20 екпіні 23-28 метр секунд. Батыс Қазақстан облысында солтүстігінде тұман күтіледі. Түркістан облысының таулы аудандарында 1 градус үсік сақталады. Шығыс Қазақстан облысының шығысында қатты жауын-шашын, жаңбыр, қар, тұман күтіледі. Жел оңтүстік батыстан соғады. Облыстың шығысында, оңтүстігінде 15-20 метр секунд. Қызылорда облысының орталығында жоғары өрт қауіп күтіледі. Ақмола облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Батыстан, оңтүстік батыстан жел соғады. Облысының солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 метр секунд. Қостанай облысының оңтүстігінде, батысында тұман күтіледі. Оңтүстік батыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 метр секунд. Солтүстік Қазақстан облысының басым бөлігінде батыстан жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд. Астанада батыстан, оңтүстік батыстан жел соғады. Кей уақыттарда екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік батыстан жел соғады. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. Павлодар облысының түнде солтүстігінде, күндіз оңтүстігінде, батыстан, оңтүстік батыстан жел соғады. Екпіні 15-20 метр секунд. Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында тұман. Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. 16-17 қазандар аралығында облыстың оңтүстік батысында, солтүстік шығысында, таулы аудандарында солтүстік шығыстан жел соғады. 15-20 метр секунд күтіледі. Түнде 15-17 қазан аралығында облыстың таулы аудандарында 2 градус үсік күтіледі.